әр салада іскерлігімен жастарға үлгі-өнеге бола білетін, әріптестерінің арасында сыйлы, жұмысына адал, біліктілігі және тәжірибелігімен ерекшеленетін мамандардың бірі, білікті заңгер, Қызылорда қаласының мамандандырылған тергеу сотының бас маман, сот отырысының хатшысы Асылбекова Нұргүл Онталапқызы. Тәжірибе жылдар бойы еңбектің нәтижесінде қалыптасатыны белгілі. Нұргүл Онталапқызы сот саласындағы еңбек жолын 1998 жылы Байқоңыр қалалық сотында кеңсенің бас маман қызметінен бастап, қазіргі таңда Қызылорда қалалық мамандандырылған тергеу сотының бас маман сот мәжілісінің хатшысы қызметін абыроймен атқаруда. Сот отырысын уақытылы дұрыс ұйымдастыру, іске қатысушылардың сот отырысына уақытылы келуін қамтамасыз ету, сот отырысын хаттамасын жүргізу, сотпен қабылданған сот актілерін мерзімдерінде орындауға жолдау, аталған сот істерін уақытылы кеңсеге өткізілуін қамтамасыз ету сот хатшыларының тікелей міндеті болып табылады. Нұргүл Онталапқызы осы талаптар үрдісіне шыға біліп, ұзақ жылдардан бері бас маман сот отырысы хатшысы қызметін абыроймен атқарып келеді. Әділдікті ту еткен, сот төрелігі қызметін атқаруды ұйымдастыруда қалтықсыз қызмет етіп келе жатқан Нұргүл Онталапқызы кейінгі буынға тәлім тәрбиесін, ақыл кеңесін айтудан жалыққан емес. Нұргүл Онталапқызының сот саласында жеткен жетістігі аз емес. Ұзақ жылдар бойы жасаған еңбек жолы бағаланып, Қазақстан Республикасының сот әкімшілігінің мінсіз қызметі жеткізген табыстары мен жоғары көрсеткіштері үшін құрмет грамотасымен, сондай-ақ сот жүйесін дамытуға қатысқаны және сот қауымдастығының белсенді қоғамдық қызметі үшін сот жүйесінің белсенді қызметкері төс белгісімен және де Қызылорда облыстық соттың сот әкімшілігі департаментінің құрмет грамоталарымен, алғыс хаттармен марапатталған. Жеке өмірі де көпке үлгі боларлықтай аяулы ана, сүйікті жар екенін де айта өткен жөн. Кішіпейілділік кісінің көркі демекші, осы айтылған сөз Нұргүл Онталапқызына арналып айтылғандай.